Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздерге шоколадты мусспен жасалынған шоколадты торт жасап көрсетемін. Өте әдемі, көріп тұрғаныңыздай разрезде де сондай әдемі, дәмі де сондай тәтті, нәзік торт. Бірінші біз қайнап тұрған ыстық суға кофе мен какаоны саламыз да, араластырып бөлме температурасына шейін суытып қойып қоямыз. Менде какао аздекордан алам, алкализованный какао, испаниялық. Мен рақатты болмаса басқа да Қазақстандық ақшыл какао алмаймын, себебі торттың түрі әдемі болмайды. Ең бірінші бізге жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөліп аламыз. Ақ уызын бөлек миксерлейміз және азғантай қант қосамыз. Не керегін мен бәрін описанияға жазып қоямын астына. Мына басқа жерде миксер болғандықтан мен сіздерге миксерлейтін жолын көрсете алмаймын, бірақ та кәдімгідей тек миксерлейміз. Бірінші жайлап, сәл көбіктенгеннен кейін қантты екі бөлек қосып, үлкен қою болғанша миксерлейміз. 10 минут, 15 минут уақыт кетеді миксерлеуге. Әзірше құрғақ қоспамызды дайындаймыз. Оған барлығын ұнды, соданы, разрыхлитель, қантты және ваниль қантын, тұзды бәрін қосып араластырып, құрғақ қоспамызды дайындап қоямыз. Енді сары уызын миксерлейміз. Сары уызын жақсылап 5 минуттай миксерлейміз. Ағарып, сәл көбікшенеді, көбейеді. Одан кейін жаңағы кофеміз бен какаоның қоспасын қосамыз осының үстіне. Және миксерлейміз. Миксерлегенде араластырамыз жақсылап. Жайлап жылдамдықпен, бірінші, екінші жылдамдықпен ғана. Енді мен бұл жерге қоймаппын, сұйық май қосамыз. Менде әдетте мен шедевр сұйық майын қолданамын. Сұйық майды қосып, және де жақсылап араластырамыз. Остың үстіне енді құрғақ қоспамызды қосамыз. Жаңағы жылток пен какао араластырған үстінде құрғақ қоспамызды қосып араластырып аламыз. Түгелдей ұнды. Одан кейін оған жаңағы белокқа қосамыз. Белок көріп тұрғандарыңыздар қою болады. 3-ке 4-ке бөліп қосамыз. Менде ыдысым, сары уыз жасалған ыдысым кішкентай болғандықтан соңын мен белокты миксерлеген ыдысқа салдым. Ыдыс негізінде жылтокты жасаған ыдысымыз үлкен болғаны абзал. Себебі жылток пен какао кофені қосамыз, оның үстіне ұнды қосып саламыз құрғақ. Одан кейін ғана жұмыртқаның ақ уызын миксерлегенді соны қосамыз. Жұмыртқаның ақ уызын. Енді осы қоспамызды түгелдей дайын болған 2-ге бөліп аламыз да 180 градусқа 30-35 минут пісіріп аламыз. Әбден суығаннан кейін алып, пищевой пленкаға орап, холодильникке бір түнге қойып қоям, кем дегенде 6 сағатқа. Міне менің бисквитім дайын. Осыны 2-ге бөлгенде 4 бисквит шығады. Көріп тұрғандарыңыздай іші сондай нәзік. Бұны дейтін негізінде пропитка жасамауға да болады. Мен осы жолы сгущенкамен пропитка жасадым. Ол үшін сгущенкаға қайнаған су құйып араластырамыз. Әзірше біз крем дайындаймыз. Оған дейін мустың желатинін дайындап қойдым. Желатинге, құрғақ желатинға, халал желатин. Суық суды құйып қойып қоямыз 5-10 минутқа. Кремге бірінші сары май бөлме температурасындағы бірінші өзі миксерлап, үстіне қанттың ұнтағын салып миксерлегенде осындай болып әдемі болып шығады. Оның үстіне творог пен сгущенка қосамыз. Творог мен өзім жасағаным. Дүкендегі творогтарды алғам, ұнамады. Крупинка болып шығады, сондықтан өзім жасадым. Қалай жасалу жолы менде ссылкасын салып қоямын. Креміміз дайын. Енді осылай етіп бисквитімізді дайындап аламыз да, әзірше мусымызды дайындаймыз. Мусты ерте дайындауға болмайды.
соңғы уақытта ғана дайындау керек. Міне шоколадқа мен қайнап тұрған үстік сүтті құйдым да 5 минут қоя тұрамын. Жаңағы дайын болып қойған желатинімізді микроволновкаға 60-65 градусқа ысытып аламыз. Ол набухать етіп тұрады, өзі көтеріліп желатин суық құйып 5-10 минуттың ішінде. Сол 60-65 градус желатинді жаңа шоколад пен сүттен жасалған қоспаға қосамыз. Жақсылап қосып араластырамыз да. Енді бұған сливки қосамыз. Сливкиді миксерлеп жақсылап аламыз. Миксерлеп алынған сливкиді қосамыз да мусымызды дайындап қоямыз. Ары қарай бисквитімізге келіп кремді саламыз. Кремді теңге 3-ке бөліп аламыз. Дайындаған кремімізді творожный. Таразы болса сонымен бөліп алғандарыңыз абзал 3-ке. Біріншінің үстіне бисквит кетеді, сосын крем кетеді, содан кейін бисквит кетеді. Бисквиттің үстіне және пропитка құйдым. Құймасаңыздар да болады. Оның үстіне екінші бисквиттен кейін мусты құямыз. Мусты құйып, оның үстіне бисквитті жібереміз. Үшінші бисквиттің үстіне пропиткамызды құямыз да, және кремімізді саламыз осы жерге. Екінші бөлек кремімізді саламыз. Мен шоколадный глазур жасағандықтан осы кремнен 3-ші бөлекке алып қалдым сыртын жасауға. Ал егерде сіздер шоколадный глазур жасамайтын болсаңыздар, онда крем мен обтяжка болса, онда бөлек крем жасаймыз оған. Міне, осылай етіп менің тортым дайын. Енді бұны мен бір түнге холодильникке қойып қоямын. Бір түнге холодильниктен алғаннан кейін міне дайын болды. Енді кешегі кремнің 3-ші бөлігін алып қалған осылай жасап сыртын жөндеп жіберемін кішкене. Онша қалың қылмаймын, себебі мен шоколадный глазур құямын үстіне. Егерде тек қана осылай ақ креммен қалың етіп қалдыратын болсақ, онда сыр мен майдан жасауға болады. Әр түрлі өздеріңіз үйреншікті обтяжканың кремін жасай беруге болады. Осылай жөндеп аламыз бір тегіс етіп. Достар, егерде менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Егерде түсініксіз болса, онда пікірде сұраңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сіздерге лайк басып пікір жазу маған каналыма жазылу уақыт алмайды, ал мен үшін ол каналымды дамытуға көмектеседі. Енді шоколадты глазур дайындаймыз. Тағы да шоколадты аламыз да үстіне қайнаған сливки құямыз. Менде 20% сливки, 33% сливки құюларыңызға да болады. Қайнаған сливкиді құйып 5 минут өткеннен кейін осылай жақсылап араластырып аламыз. Оған дейін біздің тортымыз холодильникте тұрады 15-20 минут. Сливкимізді осылай сүзгіден өткізсек, үстіндегі көбікшіктер кетіп әдемі болады. Содан кейін холодильникте 15-20 минут тұрған торттың үстіне құямыз. Сол кезде осылай біркелкі болып құйылады. Жаңа глазурымыз кішкене 30 градусқа шейін суы керек. Ыстықтай құюға болмайды. Суықтай құйсаңыздар тағы да болмайды, себебі ол қатып қалады. 30 градустай болған кезде салқын торттың үстіне құйылады. Сосын жан-жағын осындай салфеткамен сүртіп жібереміз. Ақырын ғана сүртіп дайындаймыз. Міне біздің тортымыз дайын. Жасаңыздар. Өте дәмді торт. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Және әрбір мерекелік дастарханға қалай сіздер өздеріңіз әрлесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Менің видеомды ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болғаным өткен.